Сіздердің маған үлкен көмектеріңіз қажет. Менің YouTube каналыма тіркеліп, егер сіз мені көріп отырған болсаңыз, төменге комментарий жазып отырғандарыңыз. Себептілігін айтатын болсам, бұл YouTube каналда 50 адамға жетсе, тіркелім, яғни подписки, тікелей эфир ашылады екен. Мен тікелей эфирде көп ақпаратты сізге тағы да беретін болам. Енді жалпы сіз менің ем-орталығыма келгенде қандай қызмет түрлерін аласыз? Әрине, бұл ем-орталығым менің ең бірінші массажбен шұғылданған. Массаждың 5 түрін аласыз. Табан алақанға бөлек, басқа бөлек, бүкіл денеге бөлек толық массаж, және әрбір тамырмен массаж, сосын вибрационный массаж, электромассаж және мёдпен массаж. Одан бөлек тағы да емдік түрлері бар. Ембер, шөпке түсу, тұзды суға түсу ваннада, және сонымен қатар тағысын пластирлер қою, яғни пластир болғанда мен арнайы өзі шөптен жасалынған пластинка қылып, соны сіздің денеңізге қоямыз. Сол тампон өнімдері өзімнің, және сіздің ең бірінші өте маңыздысы, сіз ем-орталығыма келгенде өзіңіздің ішкі әлеміңізбен түйсігесіз, яғни сырласасыз. Осындай ем терапияларды жүреді. Әрине, бір адамға таңнан, мәселен, таңда келсеңіз, обедте шығасыз. Обедте келсеңіз, кешке шығасыз. Яғни бір адамға 3 сағат, 3,5 сағат, ең аз 2,5 сағат жұмыс жасалынады. Айта берсем өте көп, бірақ дегенмен келіп көру керек. Мен өзіме келетін болсам, атадан балаға келе жатқан сынықшымын, нүктелі массажистпін. Нүктелі массажбен шұғылданғанымның өзі таза қазір 20 жыл, кешірім айтамын, 20 жыл болды. 24 жасымнан бастаған. Ал енді сынық жүйесімен айтатын болсам, 14 жасымнан бастаған. 30 жыл болды. Мінекей. Әуелі Аллахтың қалауымен, өзімнің методикамен мені шәкірт оқытуға кітап шығарып, енді өзімнің арнайы методикамен кітап шығарып, сол методикам бойынша мен шәкірт дайындап жатырмын. Онымен қатар тек қана шәкірт дайындап жатқан жоқпын, ол шәкірттерді жұмыстануға ары қарай қалай жұмыстану керек оқып біліп үйренгеннен кейін оған көмектесіп жатырмын. Және өте мықты, өзінің қалпын жақсы игеріп, мықты шеберлігін танытып, қабілеттілігін танытатын болса, менің қасымда жұмысқа қалады әрине. Бұл шәкірттікке кімдер келеді? Нөлден бастап жаңадан үйренгісі келетіндер келеді. Немесе бұрын жасап жүрген массажистер қайттан өзін шынайы, өте керемет түрде дамытқысы келетіндер келеді. Сосын тренажерный залда жұмыс жасайтын кісілер келеді. Даже хирургтар келуге болады, ортопедтер келуге болады, травматологтар келуге болады медициналық саласына. Жалпы медициналық саласына өте жақын адамдар негізі алуға болады. Сонымен қатар тағы да менің шәкірттік оқыту орталығымда психологтар келіп, өзінің психологиялық жолында дамытып, онымен қабілеттіктерін шыңдаса болады. Сосын бизнес жолында тағы да үйде отырып онлайн түрде жұмыс жасағысы келетін адамдар да келуге болады. Себебі сол сала бойынша мен өзімді жетік меңгерген маманмын деп айта аламын. Енді тағы да бір қуаттылығы бұл жерде сіз ең бірінші менің қай салада маған келгенмен менің ең бірінші өзімдегі арнайы методикам, сіз өз-өзіңізбен, ішкі түйсігіңізбен, өз әлеміңізбен дене және сезім, сенім деген қалыптарды бір-бірімен қалай балансқа қосып өміріңізді өзгерту керек. Яғни өмір өзгертілмейді, негізінде ол өзі құрылған нәрсе. Сіз өзіңізді өзгертесіз, өз ішкі түйсігіңізді өзгертесіз, өз күйіңізді өзгертесіз, өз болмысыңызды өзгертесіз, өз қалпыңызды өзгертесіз. Адам өз-өзін өзгерткен кезде әрине оның кереметтілігін сізге айтып жеткізетін болсам, яғни сіздің өзіңізге Аллах өлшеп берілген кереметтік дүниеге сіз жете алатын боласыз. Мінекей, бұл жерде ең бірінші пайдасы осы адам өз-өзімен жұмыстану. Яғни сіз өз-өзіңізбен жұмыстанғанда сізге Аллах өлшеп берген бірінші қабілеттілікті тани бастайсыз. Кімсіз?
қандай маман иесісіз, қандай жұмыстарды шұғылдану керек, міне осы жайында білесіз. Сонымен қатар менің ем орталығыма келіп өзіңізді дамытып, жаңағы білім шәкірттік оқытуда өзіңізді шыңдағыңыз келсе, мәселен, ең азы өз күйіңіздің орнын тапқан кезде айына қанша табыс табу керек екендігін де біле алатын боласыз. Яғни сабақ негізі кімдерге өте қатты міндетті. Массаж үйреніп жаңа мамандық бастағысы келсе, емдік орталықта жұмыс істегісі келсе, қосымша табыс табысқысы келсе, адамдарға пайдалы болып денсаулығы саласында жұмыс істегісі келсе, қолыңызбен жұмыс істеп нақты нәтиже беретін мамандық иесі болғыңыз келсе, массаж жасап жүрсеңіз де, бірақ табысыңыз тұрақтысыз болып жүрсе, оны да дамытуға болады. Клиент табу, курс сату, өзіңізді маман ретінде көрсету қиын болып жүрсе, әрине массаж орталығына келіп алуыңызға болады. Сонымен қатар бір орталықта сіз ең керекті қандай аурудың қандай түрлерін немесе қай жерден бірінші массажды тек қана уқалау керек емес екен жайында түсінгіңіз келеді. Арқа ауруымен, мойын қысылу, бел ауру, дене шаршаумен, бұлшық тонусы, қозғалыс шектелу, денедегі әртүрлі аурулардың себептері неде? Қайсы тамырда, қайсы нүктерде, қай жерде? Саусақтың өзін тек қана, саусақтың мәселен 5 саусақ, тағы бір қолымызбен 10 саусақ. Осының өзі қайсысы икемді? Қайсысымен жұмыс жасау керек? Даже ең бірінші осылардың бәрін менен үйренетін боласыз. Енді қазіргі уақытта нарықта өте көп маған келіп сұраныста болып жатқан. Арқам ауырады, мойным талып кетеді, омыртқам, белім ауырады, шабымнан ұстап қалады, жамбасымнан ұстап қалады, еңкейіп белімді тартап тұрады, тез шаршаймын, отырсам тұра алмаймын, тұрсам кейде тікесінен қақайып қаламын, стресс көп, қозғалысым қиын, тіземді жинай алмаймын, өзімнен өзім бір ауыр сезінемін, спортқа барайын десем уақыты жоқ деген аурулар маған көп келеді. Осы ауруларды сізде маман болып осы аурулармен сізде маман болып жұмыс жасай аласыз. Және бұл жерден сіз жүйелінің барлығын кәсіби дағды маман болып шығасыз. Клиентке өзіңізді қалай жеткізу керек, қалай өзіңізді таныстыру керек, қалай клиентпен жұмыс жасау керек екенін тағы білесіз. Клиент қайдан келеді, онымен қалай жұмыс жасау керек, қалай курс алу керек, міне осы жүйенің бәрін білесіз. Стратегия бойынша келетін болсам, көп адам массажды видеодан қарап қысқа курстарды оқып ала береді. Ал бұнда сіз арнайы маман болып шығасыз. Өзіңізге керек дипломды да, сертификатты да алатын боласыз. Ал енді сондықтан сізге мыналар негізі керек болады. Анатомия, яғни қаңқаны толық тану керек. Адам қаңқасын толық тану керек. Сіз осыны үшін аласыз. Бұлшықетпен қалай жұмыс жасау керек? Бұлшықетті неше бөлікке бөледі? Ол қалай бөлінеді? Оған тамыр қалай байланысқан болады? Міне осылардың барлығын үйрене аласыз. Омыртқа, мойын, бел аймағындағы қауіпсіздіктер. Егер сіз омыртқаны дұрыс шашамасаңыз, немесе жамбаспен біріккен, немесе иықпен біріккен омыртқаның жерлерін дұрыс жасамасаңыз, әлбетте сіз адамды паралич жасап қоясыз. Осылардың барлығын білесіз. Қарсы көрсетілімде аурудың қандай көлемде болу керек екенін, білу керек екенін тағы үйренесіз. Клиенттің шағымын дұрыс тыңдау және оның қалпымен қалай өзіңізді қоса білу керекті үйренесіз. Сеанс жоспарын құрасыз және нәтиженің нақтылығын клиентке түсіндіре алатын қалыптың бәрін осы жерден үйреніп кете аласыз. Әрине, сөзбен айту оңай. Бұл білімнің бәрін өзіне сіңіріп алу үшін адамның бірінші санасы ашық, ойы тынық, тыныш, ішкі әлемі тіпті тыныш. Тек осының иесі боламын деп өзіңізді бірінші дайындау керек боласыз. Яғни бұл психологиялық терапия деп айтылады. Бұл психологиялық терапияны да сіз менен тікелей өте аласыз. Мен сізге ең басты осыдан бастаймын. Ал енді менің видеомды көріп отырған болсаңыз, бұл мамандарға айтылып отыр. Енді ем орталығымда әрине келесі видеода мен жұмыс жасалынып жатқан жағдайды толығымен түсіндіріп өтетін боламын. Әрине сіз менің парақшама
осы YouTube каналыма тіркеліп алыңыз. Мына құлақшаны басып, колобокты басып, өзіңізге сақтап алыңыз. Мен видео салған кезде сізге келетін болады. Рахмет. Мен сіздің комментарияңызды күтемін.